Үйіңіздің энергиясын өлтіретін 5 зат. Кейде үйде бәрі бар, бірақ береке жоқ, көңілсіздік, ақша тұрмайды. Себебі үйдегі көрінбейтін энергия. 1. Сынған немесе істемейтін заттар. Сынған сағат, жарығы жанбайтын шам, бұзылған техника. Бұлар тоқыраудың белгісі. Мұндай заттар алға жылжуға болмайды деген сигнал береді. Не жөндеңіз, не үйден шығарыңыз. 2. Жаман ниетті адамнан келген сый. Сырттай әдемі, бірақ іштей ауыр сезім тудыратын зат бар ма? Ондай сый теріс энергия алып келеді. Үйге емес, адамның ішкі күйіне әсер етеді. 3. Қайтыс болған адамның жеке заттары. Марқұмның киімі, әшекейі, қолданған бұйымдары. Ауыр энергия сақтауы мүмкін. Егер жүрекке тыныштық бермесе, оны үйде ұстамаған дұрыс. 4. Қураған гүлдер. Қураған гүл. Өмір мен ақша ағынның тоқтауы. Үйде тек тірі өсімдік болсын. Тіршілік энергияны қозғалысқа келтіреді. 5. Ескі, түгі төгілген киімдер. Киіп жүрермін деп жиналған ескі киімдер. Кедейлік пен негативті тартады. Жаңалыққа орын беру үшін ескімен қоштасу керек. Қорытынды. Үй жай ғана қабырға емес. Ол сіздің айнаңыз. Тазалаңыз, арылтыңыз. Сонда өміріңіз де өзгереді. Егер пайдалы болса, сақтап қойыңыз. Бөлісіңіз, мүмкін біреуге керек. Тағы осындай видеолар үшін жазылуды ұмытпаңыз.